Талаптан Ахметжан мұң кітабынан 4 қанден. Пәтер іздеп қаңғыра қала сыртына шықтым. Суырдың ініндей тарам-тарам тар көшелерді бойлап жүре беремін. 2 айдан бергі ермегім осы. Есігінен жылы қарсы алып, жымия жауап қатар бір пәнде кездесеші. Бәрі де бүгін өлік шығарғаннан жаман түнере сөйлейді. Ат тондарын ала қашады. Жасы 70-тің ішін аралап кеткен шынашақтай сары кемпір шел басқан шегір көздері жасаурай маған тесіле ұзақ қарады. Таяу келіп сәлем бергенімде адыра қалғыр, сәшеме десем деп көзі де көрмейді деді күрсініп. Зәулім қақпаның арғы жағынан еңселі ағаш үйге сүйсіне көз жүгіртіп, сары кемпірге жөнімді айта бастадым. Жалбыршақ қарындай шалбар әжім жүзін мұң торлаған қария меңіреу жандай сөзімді селқос тыңдады. Әлде мұның әңгімелерді ести құлағы жауыр болды ма? Болмаса, желкеге мінген кәрілік жер таяндырып, әбден титықтатты ма? Қария ләм-мим деместен қайта күрсініп қояды. Мен сары кемпірге алыс аудандардың бірінен келгенімді, оқу бітірген соң осында жұмысқа қалғанымды, келіншегімнің әлі студент екенін, кішкентайларымның ауылдағы ата-енемнің қолында жүргенін, былтыр қыстаған үйімізге қожайынның жиендері тұратын болғандықтан әзірге бажамның үйінде қонақтап жатқанымызды, егер мейірімі түсіп пәтерге жібере қалса, үйін таза ұстап, ақшасын уағында беріп тұратындығымызға шейін түк қалдырмастан тізіп шықтым. Қалт еткен тарамыс саусақтарымен таяғын қыса түсіп, қария орнынан әзер көтерілді. Үн-түнсіз қақпаның есігін ашты да кір дегендей сыңай танытты. Таптар аула іші ыбырсып жатқан қоқыс екен. Түбі түскен шелек, сынған шөлмек, ескі-құсқы киімдер, төгілген тас көмір дейсің бе, бәрі айран ботқасы шығып жатыр. Қақпаның бұрышындағы үйшіктен жабағы жүнді қара төбет басын бір көтерді де быж-быж еткен шыбындардан мезі болғандай ауаны қауып алды. Қақпадан аттағаннан-ақ алға басқан аяғым кері кетсе де, әдептен оза алмай кемпірдің соңынан ере бердім. Сыры қопсып сықырлап жатқан ауыр есікті аша бергенімде мұрынға күлімсі иіс бұрқ ете түсті. Сары кемпір киізбен қапталған ішкі есікті таяғымен нұқып қалғанда, арғы бөлмеден шәуілдеп 4 ит шыға келгені. Қапелімде сасып қалғаным сонша, балағыма жармасқан жұдырықтай кәндендерді аяғыммен қақпалай бір беріппін. Барыңдар далаға деген кемпірдің қатқылдау дауысы шыққан кезде 4-еуі де таласа тармаса сыртқа қарай безе жөнелді. Үй осы, деді кемпір ортаңғы күңгірт бөлмеге кірген кезде демігіп. Қарайтын кісі болмаған соң мола боп тұр. Өзімнен хал кеткелі. Сәшкеге қатын ал деп қақсағалы 20 жыл болды. Ол көгермегірдің арақтан қолы тие ме? Төрлет қарағым. Менің тынысым тарылып, жүрегім қысып, сыртқа шыққанша асықтым. Бірақ сары кемпірдің сағыздай созылған әңгімесі бітіп көрсейші. Көшеге шыққанда өз қылығымнан өзім қысылдым. Көпке дейін сары кемпір мен балаққа жармасқан 4 қанденін ұмыта алмай жүрдім. Пәтер іздеп осы маңнан әрі-бері өткенде зәулім қақпалы еңселі ағаш үйге үрке қарайтын болдым. Сары кемпірге жолығып қалмайын деп 1-2 көше айналып өтетінді де таптым. Бірақ бұл кемпірден қашсам да құтыла алмасымды білмеппін. Арада 2-3 апта өткенде кірпіш сауытының қарауыл отыратын дүңгіршек бөлмесінде тағы кездестік. Сары кемпір мені танымады. Сәлемдескен сыңай білдіріп, ернін жыбырлатты да, сол меңірейген күйі терезеге телміріп отыра берді. Тілінген қызылшадай қып-қызыл боп күн батып барады. Зауыт жақтан әлде кімнің қаңғырып келген шүрегей көлге пана болмайдай деп
әндеткен көтеріңкі дауысы естілді. Бөлме ішінен дым иісі білінеді. Заман ақырдың балалары іштен оқып туады. Ашпайтын бәлесі қалмайды. Жерді тінтіп болып көкке шығады. Адам азады, жер тозады. Бала әкеге қарамайды, айтқан ақылың боққа жарамайды деп отырушы еді әкем жарықтық, деді сары кемпір әлден уақытта маған емес батар күнмен тілдескендей сыртқа тесілген күйі жүзін де бұрмастан таусыла сөйлеп. Тозған дүние. Кемпір ауыр күрсінді. Мен де күрсіндім. Бір жақ сирағы сынған жаман орындыққа салмағыңды салып отыра алмайды екенсің. Үстелге шынтақтаған күйі өзіммен бірге ала келген жұдырықтай радио қабылдағышымның құлағын бұрай бастадым. Үстел үстінде жатқан шүберек дорбадан жас тоқаштың иісі мұрынға келген сайын қарыным шұр-шұр етеді. Тоқашты алып жеуге кемпірден қысыламын. Ойламайын десем сілекейім шұбырып кетіп барады. Пәтер іздеудің әлегінен уақытылы ас ішуді де ұмыттық. Айналасы 2 ай ішінде жақ жүнім үрпейіп, көзім шүңірейіп, жүйкем жұқарып бітті. 25-ке келгенше басыма баспана бұйырмаған тайқы маңдайыма ма, болмаса 15 жыл кітап кеміріп, оқымысты боламын дегенде, алар айлығым 300 сомнан аспай, 2 балам мен келіншегімді асырауға жетпейтінін сезбеген жетесіздігім өкпелеймін бе? Әйтеуір қай иттен өш аларымды білмей діңкем құрып, сіркем су көтермей отыр. Оның үстіне 8-ші класстан соң оқуды тастап, сауда қуып кеткен бір кластасымның қазір 6 бөлмелі үйі, астында Волгасы барын келіншегім жиі есіме салып, онсыз да іштегі қыз қайнаған отқа май құя береді. Қарағым-ай! 70-ке келіп жер таянған шағымда қарауыл боп қақшаңдаймын деп ойладым ба? Осы кемпірге не жетпейді екен деп жиырылып отырған шығарсың. Заман ақырдың қарттары да қағынған деп отырушы еді менің Шәкен деген бір қайыным. Сол айтқандай қағынбайын десең де шарасыздан қағынғады екенсің. Әйтпесе арқаға домбыра асынып алып, елдің боқтығын қопарып, шөлмек жисам да өлмеймін ғой. Бірақ сары кемпір тағы күрсінді. Мен жаман радио қабылдағышымды әрі-бері шұқылап, сары кемпірдің сағыздай созылар ұзақ әңгімесі басталмаса екен деп тілеп отырмын. Әке шешең бар ғой? Кемпір аяқ астынан сөзді басқа арнаға бұра салды. Әлгінде ғана көкірегін күйік өртегендей күйзеле сөйлесе, енді лездей езуіне күлкі үйітіп, жүзін жылта қойды. Жоқ, дедім ақырын ғана. Бағың бар екен сенің, деді кемпір ызбарлы үнмен. Тұла бойым тоқ соққандай дір ете түсті. Рас айтып отырсыз ба? Дегендей аңтарыла қараппын. Кемпірдің жүзі сұп-сұры, қорқынышты, шүңірейген көзі жансыз, жағына пышақ жанығандай. Бағың бар екен, естімей қалдың ба? Деген кісіше әр сөзін қадап отырып қайта айтты. Әйтпесе бірер жылдан соң кемпір шал мойныңа мінер еді. Жалғанда кәріні күткен жаман, шеше байқұс сәбиін мәпелеген бақыт, балаға анасын күткен азап. Ана шіркін сәбиін өссе екен деп тілесе, іштен шыққан шұбар жылан мәлкілдеп жатсаң өлсе екен деп тілейді. Құдай ақы солай. Сары кемпір маған сұмдық сұрқия болып көрінді. Әр сөзі қарашаның желіндей жайсыз дейді. Бұрын байқамайды екен, тістері де сойдиған, қотты мыстан кемпірдікі. Мына мыстаннан қашсам құтыла алмайтын болдым-ау. Неше ағайындысыңдар? Дауыста қырғыр етеді ме қалай? 4 апайым бар. Мына радионың құлағын бұрай бермей, соларға неге хат жазбайсың? Келін бар ма? Бар. Балаң бар ма? Бар. Баламды радионың құлағын бұрап бағып жүрмін де. Келін декретте шығар. Мен басымды шұлғыдым. Бәсе, апайларың қарасып тұра ма? Мен үндемедім. Баламай, қазір кімге кім қарасқандай? Өзім өлмейін деп жанталасқан ел.
бұрынғы береке, бұрынғы бірлік қайда? Менің бала күнімде. Сары кемпір ұзақ соныр әңгімесіне кірісті. Күн батып, көз байлана бастаған соң тұрып жарықты қостым. Ақшам жамырай бастаған. Біз күзетіп отырған кірпіш зауыты түнде де жұмысын тоқтатпайды. Сех жақтан аспалы кранның зырылы, мотордың дүрілі құлақ етті жейді. Кемпір әлі сөйлеп отыр. Бұл пенде дегенді қойсаңшы тәйірі. Құдайдан ананы тілейсің, мынаны тілейсің. Тойым қанағат деген жоқ. Атам жарықтық айтып отырушы еді. Алладан бір ғана тілек тілеу керек, шын тілеу керек. Ал ол тілегенді бермей қоймайды деп. Мен балада, байлықта, бақта тіледім. Маған бала берді, қалғанын қимады. Ол үшін Құдайға күпіршілік айтуға болмайды. Анау мынау емес, сайдың тасындай 5 ұлым бар, шүкір, 5-еуін аман есен өсіріп ел қатарына қостым. Еңгезердей милиция капитаны екпіндете кіріп келгенде енді шиырлата бастаған әңгіме кілт үзілді. Мұртты қара келе телефонға жармасты. Сөзі де, көзі де суық. Тыныштық па? Деді бейне бір тыныштыққа наразы жандай. Бірнеше жерге телефон шалды. Сонан соң, ұмытпай сағат сайын пультқа белгіленіп отырыңдар, деді де жөнелді. Мұқашым Новосібірдегі ауыл шаруашылық институтын бітірген. Сонда мұғалім болып қалып қойған. Әлі күнге сонда. Ақан омбыда оқыған. Военный, қазір Мәскеуде. Ағаларының жолын қуып екі ұл да, Бөкешім мен Байсалым да Ресейге кеткен. Бөкешім Омбы университетінің заң, Байсалым әдебиет факультетін бітірді. Бәрі оқымысты. Оқу қонбаған сәшке ғана. Ол арақтың оқуынан ас алмады ғой, деді кемпір. Термостағы күрең шайды 2 кесеге бөліп құйып жатып. Шай іше отыр, балам. Үнді шайы көзден бол-бол ұшқалы қашан. Көң шайға да көндігетті екенсің. Балам. Уайым адамды әбден мүжейді екен. Ол біткеннен тірідей айырылып, жесірліктің тауқыметін тартамын деп ойлап па едім. 5-еу бірдей етегімнен тартып, не ұйқы, не күлкі жоқ сол бір сойқанды жылдары. Осылар қашан ер жетер, қашан маған сүйеу болар деуші едім. Енді ерте ер жетіп кеткендерінен алып, оқылеп күн өткізіп жүрмін. Мен де күрсіндім. Ертең тағы да пәтер іздеп тентірейтінімді ойлағанда қарадай ызаға булықтым. Немерелерімнің ұзын саны 10. Құдайдың бұл бергеніне де шүкірлік. Әйтеуір ұмытпай хат жазып тұрады. Қарғаларым, суреттерін жанымнан тастамай алып жүремін. Міне, менің немерелерім. Кемпір бағанағыдай емес, суреттерді лепіре көрсетті. Мынау Мұқашымның тұңғышы Ринат, мынау екіншісі Индира деп таныстырып жатыр. Суреттердің барлығының сыртында «На долгую и вечную память, дорогой Апашка» деп жазылған. Жер шалғай, жылда келе алмайды. Өткен жылы Бөкешім бала шағасымен келіп кетті. Оның алдында Байсалым келіп кеткен. Әйтеуір шешелері барын ұмытпай, қарғаларым соған да шүкір. Әжей көзіне жас алды. Бір кезде кемсеңдеп отырып. Мына қолғапты Бөкешіме тоқып отырмын. Сібірде қыс суық қой, қолы тоңып қалама деп қорқамын. Ақашыма әдемі костюм шалбар алып қойып едім. Биыл 50-ге толды ғой. Поселка салам деймін. Кірпігіне ілініп тұрған тамшы жас электр жарығымен нұрланып көрінеді. Жүзі де жылып сала берді. Әжейдің күлімсірегенін көргенде менің де арқам жеңілденіп, жас тоқаштарымды қарпи-қарпи асап, ыстық шайдан рахаттана ұрттадым. Кемпірдің үстіндегі шыт көйлегіне көзім түсті. Жеңі қырқылып, түсі оңып кетіпті. Ең кемі 15-20 жыл киген-ау шамасы. Аяғында көнетоз бәтіңке. 60 сом пенсия аламын, деді әжей. Көнетоз бәтіңкесіне көзім жабысып қалғанын сезсе керек, үстелдің астына қарай жасыра беріп.
Мен ұялғанымнан шалбарымның балағына жұққан көрінер көрінбес балшықтақтарын тырнағыштап әжейдің жыртық бәтіңкесінен байқамағандай рай таныттым. Бір басыма Құдайға шүкір жетіп тұр ғой. Жасанып жатқан жоқпын. Киім кешек жеткілікті. Қалған ғұмырымда осы барын тоздырып алсам да жеткілікті. Жалғыз басты адамға ас бата ма? Күніне зорланғанда 2 тоқаш жеймін, 1 шөлмек айран ішемін. Соның өзі маған көп көрім ауқат. Үкіметтен алатын пенсиям осы уақытыма жетіп артылады. Қазір нан тепкі боп барамыз ғой. Бір бөлке нанның 24 тиын, су тегін. Көшеде боқтықта шашылып жатқан нанды көрсем жаным түршігеді. Кеше соғыс уақытында бір үзім нанға зар болып едік. Әй, біз оңбаймыз, тез тойынамыз, тез ұмытамыз. Құдай зауалынан сақтасын де. Сары кемпір үстел үстіндегі наннан ұсақ үгінділерін нанның жұмсақ жерімен басып жабыстырып алып, бисмилля деп аузына салды да шайнаңдап біраз отырды. Мына күзеттен алған 120 сомыма немерелеріме ойыншық, оны мұны алып жіберіп тұрамын. Солар қуанып қалсыншы деймін. Ойыншықтарын алған соң мәз болып хат жазады құлындарым. Хаттары келсе, өздері келгенде қуанамын. Ол күні көңілім өсіп, қайта күлімдеп, көшеде кезіккен таныстарымның бәріне солардың хаттарын оқып беремін. Оқыған сайын бойыма қуат дарығандай боламын. Міне, көгершіндерімнің хаты. Дорогая Апашка деп басталатын бума-бума хаттарды әжей дорбасынан шығарып алдыма тастады. Қарап отырмын, қайран қалып отырмын. Бірі: бабушка, мне очень понравились медвежонок десе, екіншісі: спасибо за кукулку, бабушка, я люблю тебя деп жазады. Бәрі немерелерінің хаттары. Балам, қилы заман болады, қарағай басын шортан шалады деген осы екен, деді сары кемпір түңіліп. Тағы бірдеңе айтқысы келіп, қайта айта алмай отырғанын мөлтеңдеген жанарынан, дірілдеген саусақтарынан, ауыр күрсінісінен аңғардым. Ермек қылып отырған тоқымасын қолына өлшеп көрді де, дәл болады-ау дегендей басын изеп қойды. Үлпілдеген ақ түбіттен ерінбей жалықпай 5 саусақ қолғап тоқып отыр. Шіркін, түбіті де бұрқырап шығайын деп тұр. Мына қолғапты кисең, Сібірдің суығын қойып, Антарктиканың аязына да пысқырмайтын шығарсың-ау. Әжейдің көзі қанталап, былшықтанып кетіпті. Жас шыбықтай салалы саусақтары дір-дір етеді. Ертеңінде құлғын сәріден ертістің сол жақ жағалауын шарлауға қайта шықтым. Өскеменнің бұл жағында ылғи ығы-жығы салынған ескі үйлер, көшелері де мың бұралаң. Көшеде тұйыққа апарып тірейді де, қайта жол тауып шыға алмай ет біткенді шулатып ығыр боласың. Автобусқа лық толған адамдар екі өкпемнен қысып, ары шайқап, бері шайқап сықымды кетірген соң, барар жеріме 2 аялдама жетпей түсіп қалдым. Ертіс жақтан сап-салқын леп еседі. Түні бойы сары кемпірдің мұңдылау әңгімелерін естимін деп, есінеп құсынап әрең келе жатырмын. Алға басқан аяғым кері кете береді. Күзеттен соң арсы-күрсі боп келіп, аяқты созып жіберіп, құлай кететін өз лашығым болмаған соң, өстіп қалғып-шұлғып жүріп, елдің есігін қақпасқа лажың қайсы. Осыдан 2 күн бұрын келгенде, мұндағы шеткілеу тұрған қос бөлмелі қоржын үйдің есігін тарс бекітулі екен. Көшелері алса осы кемпір алады.
қаладағы қызына кеткен. Ертең бүрсігүні келеді деген соң айналып соғармын деп кеткем. Ендігі бар үмітім сол үйде. Бұдан үмітім үзілсе қайда барармын беймәлім. Ертістен алыстаған сайын қапырық ауа қысып барады. Табан астымдағы асфальт жол болып кетеді. Таяуда төселсе керек, әлі сіресе қата қоймапты. Еріген қара май иісі қолқаны қабады. Абажадай көк қақпаның алдында келіп тоқтағанымда барар жеріме жеткенімді бірақ білдім. Есікті қағып көріп едім, ішкі жақтан ешкім дыбыс бермеді. Саңылаудан сығалап көрсем, екі күн бұрынғы қара құлып қасқиып әлі тұр. Бүгін жұмысқа кешкі 5-тен шығамын. 3 күн істеп 2 күн демалатын жұмыс. Ыстық сек, қорғасын балқытамыз. Табысымыз жаман емес. Кірпіш зауытына күзетке 2 күн демалысымды босқа өлтірмейін, ақша табайын дегеннен шыққан жоқпын. Тұратын баспана болмаған соң ғана амалсыз орналаса салып едім. Келіншегім апайының үйінде жүр. Ара-тұра менде қонақ болып қайтамын. Қайынбекемізбен бажамыздың жайылып жастық болған сайын қысыла түсемін. Осы сыйластықпен жүргенде баспана тауып алсам ғой. Сол сіз бізбен жүргенде ақырын орын тауып кетсек, абыройдың үлкен емес пе? Қашан қабақтарына кірбің жүгіріп кетер екен деумен-ақ діңкем құрыды. Қалың қарағаштың түбінде орындыққа барып тізе бүктім. Денем дел сал. Қазір сағат тура 12. Әлі 2-3 сағат күте тұруыма болады. Не істесемә? Кемпір неге кешікті? Түні бойы сары кемпірдің таусылмас сырын тыңдағанша неге мызғып алмадым екен? Туф, көзіме ұйқы тығылып отырғанын қарашы. Қой, ұйықтап қалып жүрмейім. Бәрібір көзім ілініп кетіпті. Түсімде пәтер іздеп жүр екенмін деймін. Шым-шытырық бір көше. Қайдан келіп, қайда тұрғанымыз белгісіз. Бір сәт айналаны түнек басып кетеді. Көңіліме үрей ұялайды. Тынысым тарылады. Сол екі арада қайдан келгені белгісіз 4 қанден шыға келді де балағыма жармасты. Сасқалынымнан бір-екеуін теуіп те жібердім. Қаңқылдаған ит дауысы миыма біз тыққандай болды. Ояна келсем түсім. Жүрегім тас төбеме шықты. Расында қарсы беттегі көк шатырлы үйдің ауласында бір ит өлердей қыңсыланып жатыр екен. Мына ұқсастықты қара. Беті басымды ұйқалап, ұйқымды аша алмай біраз отырдым. Жұмысым есіме түсіп, сағатыма жалт қарап едім, 4-ке жарты кетіп қалыпты. Сасқанымнан орнымнан атып тұрып, аялдамаға қарай тұра жөнелдім. Автобустың ішінде артқы жақтағы жұмсақ орындықта шұлғып отырып жаңағы көрген түсім тағы есіме алдым. Адамның түсіне де қай-қайдағы кіреді екен ғой. Сол 4 қанденнен рас жүрексініп қалғаным ба? Қойшы әрі, сөз еместі сөз ғып. Кемпір байқұсқа обалақ. Шамасына қарамай 5 ит асырағаны не теңі десеңші. Қайбір жетіскеннен асырап отыр дейсің. 5 ұлынан көрі олар да болса ес қой. Осы ой санамда жылт етуі мұң екен, тұла бойы мұздап сала берді. Көз алдыма жер таянған, бүкшүйген кейуана кемпір мен қураған кәрі терек қатар елестеді. Бала күніміз туған ауылымның бүйірінен ағып өтетін тау өзені, теректінің бойындағы қураған кәрі теректің түбінде бір топ қара сирақ ләңгі ойнайтынбыз. Теректінің бойы кезінде қалың тал терек болыпты. Ауылдастарым ағашты алыстан іздеуге ерініп, іргедегі дайын орманнан керектерін кесіп ала берген. Мен ес білгелі өзен бойында тіс шұқырлық қылтанақ жоқ еді. Көсенің иегіндей жып-жылмағай жағалауда көзге шыққан сүйелдей осы қу терек қауқиып тұратын. Үлкендер жағы, сол ағаштың түбіне ойнамаңдар, бір күні құласа басып қалады деп ұрсатын. Балалар қасарысып соның түбінде шықпайтынбыз. Қол бұтақтарына өрмелеп ойнайтынбыз. Жуан діңіне ойып атымызды жазамыз. Бір күні қас қарая қатты жел тұрды. Кәрі теректің қол бұтақтары сықырлап кеткен соң балалар ойынымызды доғарып үйді-үйімізге тарастық. Біз
бір кезде артқы жақтан көрсеткен дыбыс естілді де бәріміз үдірейісе жалт қарастық. Су тартылып, құм қапқан өзен арнасында кәрі терек ұзыннан сұлап жатты. Сыңсыған қалың орманнан қалған жалғыз терек көз алдымызда осылай күйреген. Сонда күйреп жатқан кәрі ағашты көріп, балаң жүрегім дір ете түскен. Неге екенін ол кезде салмақтап жете түсіне алмадым ба? Әлде қимастық, әлде өкініш, әйтеуір беймаза сезім көңілімді ұйтқытып, тыныштығымды алғанды. Ертең біреу кәрі теректі ара темірмен бөлшектеп үйіне отынға сүйретіп әкетеді. Енді оның кәрі әженің білегіндей арса бұтақтарына шыға алмаймыз. Өрмелеп биігіне көтерілгенде бұлтқа төбеміз тигендей асқақ күйге бөленуші едік. Соның бәрі ертегі болып қалды. Бәрінен де қиыны, біз енді бұл жерге жиналмаймыз. Қызыққа батып ойнамаймыз. Ертең-ақ талай тәтті ойынымызға себепші болған кәрі теректі ұмытамыз. Басқа ермек тауып аламыз. Бұл жерде желге арқасын беріп, балаларға ермек болып, көп жылдары теректің жалғыздықтың мұңын күйін шертіп тұрғанын санадан өшіреміз. Бардың жоққа айналуы. Сол теректей жеке дара қураған кейуананың да жығылар сәті таяған сияқты. Көзіммен көрмесем де, сормаңдай байқұстың зарынан ақ Сәшкенің адам санатынан әлдеқашан сызылып қалғанынан бағамдадым. Енді оны бергі дүниеге әкелуге Құдайдан өзге ешкімнің де шамасы келе қоймас. Сөйте тұра, кейуана кемпірдің кенжесін жазғырмайтынына таңым бар. Әлде жастайынан жанын жаралап өскен жас жігіт жан рахатын алдамшы әзәзілден тапты ма, кім білсін. Маған ол арасы жұмбақ. Ойдан ой туады. Сананы сарылтқан сансыз сұрақтан діңкем қатқанда барып, кейуана кемпірдің ертеңіне ойша көз жүгірттім. Кемпір төсегінен өш ұмтылып тұра алмады. Аяқ қолы барған сайын мұздап, бір үрейлі сезім бойындағы күшін жалмап барады. Терезеден түскен батар күннің қан қызыл сәулесі сәт сайын қошқылданып, ұйып, бөлме іші көлк етеді. Ол бар күшін жиып, орнынан тұруға тырысты. Соңғы кездері осындай дерт жабысқан. Көз қарауытып, қол аяғы қарысып, үйелеп отырып қалады. Жүрегі ойпы-тойпы соғып, кеудесі қысып кетеді. Қаталап бара жатқанын-ай, бір жұтым су болар ма еді? Ең болмаса бір тамшы су. Әй Сәшке, су берші жаным. Тілім аузыма симай бара жатыр. Мұз болса ма, мынау қара албастының қылғындырып әкеткенін көрмейсің бе? Әй Сәшке, кеудеме мінген мына сайқалды сақ-сақ күлдірмей жұлып тасташы. Су. Кемпірдің үні жер астынан шыққандай тұншығып әрең естілді. Сыр-сыр еткен кеудесінен үзіліп шыққан бұл сөздерге төрт қанденнен басқа елеңдеген ешкім болған жоқ. Мына қара албастыны кеудеден жұлып тастар жан бар ма? Айналайындар-ау, келсеңдерші. Айтар ақырғы арызым бар. Сүйеңдерші басымды, сипаңдаршы аяқ қолымды, мұздап барам. Мұқаш, Ақаш, Бөкеш, Байсал, қайдасыңдар, құлындарым? Жақсы жаман боп бөлмеймін, келіңдерші қасыма. Неге бездіңдер менен? Бәрің де менің омырауымды ембеппей едіңдер. Мені ұмыттыңдар ма? Алжыған жаман шешеміз бар еді деп, анда-санда төбе көрсетіп қойсаңдар, нелерің кетеді? Әлде уақыттарың жоқ па? Иә, тірі адам тіршілігін бітіруші ме еді? Жоқ қой, қайдан болсын уақыттарың? Сендер қартаймаңдаршы, қарғаларым. Сәшке, су тамшы аузыма. Жарығым, бауыр етім, балам, су. Өлім мен өмірдің екі ортасында кеудеден шыбын жаны шықпай кемпірдің жанталасып жатқанын сезді ме, болмаса иесінің уағында тамақ бермегеніне ызаланғандары ма,
ала көлеңкеде бөлмені бастарына көтеріп төрт қанден үрді-ай. Кемпір ап-анық естіп жатыр. Мынау Ақтөстің дауысы. Міне алаяқ үрді. Мойнақ, кішкентай, дауыстарыңнан айналдым, күшіктерім. Қазір тұрам, көкелерім, қазір сүт берем. Төртеуі қабаттаса ұлыды. Тәуба, тәуба, жоқ даусыз өлгенім жоқ. Артымда төрт күшігім боздап қалды. Тәуба. Кемпірдің көз алдынан өткен өмірі тізбек болып жөңкіле көшіп жатыр. Міне өгіз арбаны айдап қырманға қарай беттеп барады. Қырман басы қайнаған еңбек, маңдайынан шып-шып тер шыққан Қабылбай күрегіне сүйенген бойы күлімсірей қарап қалыпты. Жіңішкенің бойындағы екі бөлмелі ескі тамы мынау. Қуықтай ғана осы үйде екі үйлі жан 5 қыс қыстап шығып еді. Соғыс кезі екі қатын жабылып қарыған бір қарманы 8 балаға қақ бөліп жейтін. Төртеуі Қайшаныкі, төртеуі өз ұлы. Мұқаш, Ақан, Бөкен, Байсал. Соғыстан кейін туған Сәшке, Сағыныш. Ол да 40-тың қырқасынан шықты. Қайран дүние. Көз алдынан күллі дүние шыр көбелек айналып бара жатты. Төрт қанденнің шәуілдеген қош-қошы бірте-бірте алыстай берді. Кемпірді қайтпас сапарға төрт қанден жоқтауы шығарып салды. Мен өз ойымнан өзім шошыдым. Автобус ішінде бағанадай интерескен жұрт жоқ. Ашық тұрған терезеден сап-салқын жел гулейді. Мен қала сыртында жаңадан бой көтеріп келе жатқан металлургтер поселкесіне қызыға қарап отырып, әлгі сүреңсіз ойымнан арылуға тырыстым. Бірақ қанша ойламайын десем де, кейуана кемпірдің күрсініп отырып, осы көшедегі алуа дейтін ақсақ кемпірді көршілері сасып кеткенде барып бірақ көріпті. Денесі жууға да жарамады, балалары қарамай кетіпті. 3 бірдей тепсе темір үзетін ұлы бар дейді. Ондай баланың барынан жоғы. Жалғанай, сол алуаның кебінін құшып жүрмейміз бе, кім білсін, деген сөздері құлағымнан кетер емес. Бірыңғай қызыл кірпіштен қамшыдай өрілген әсем үйлер мен таспадай тілінген түзу көшелер көз сүріндіреді. Тіпті ел жарбиған жаман үйдің бір бөлмесіне зар боп жүргенде, тасы өрге домалаған біреулер қос қабатты салып жатыр деп ойладым. Ішімді қызғаныш па, ыза ма, түсініксіз бір сезім қарығандай болды. Келесі жолы сары кемпір күзетке келген жоқ. Түні бойы елегізіп көз ілмедім. Таңертең қайтар жолда әдейілеп кемпірдің үйіне бұрылдым. Жүрегім өрекпей берді. Үйге таяғанда қанден иттердің төбе құйқаны шымырлатып зарлы ұлуы естілді. Есік ішінен ілулі екен. Дүрсілдетіп едім, ешкім дауыс бермеді. Үйді айналып барып терезеден сығаладым. Алғашында ала көлеңкеде бөлме ішінен ештеңені ажырата алмадым. Біраздан соң төсекте шалқасынан жатқан кемпірді көрдім. Сол жақ қолы төсектен төмен салбырап кеткен, жансыз сияқты. Қанден иттер одан сайын өршелене ұлый түсті.